Осы пандемия кезінде қаражатты үнемдеу қажет болды. Соны біз 43 миллиард теңгені үнемдеп, оптимизация жасап, осы денсаулық сақтау саласына, білім саласына, инфрақұрылымға, соның ішінде әлеуметтік көмекті көрсетуге біз жұмысты күшейттік. Осы үнемделген қаражаттың барлығы осы соның ішіндегі орта шағын бизнесті қолдауға, бағалардың, әлеуметтік бағалардың тұрақтануына үлкен қаражат жұмсалды. Барлығын тұтастай алғанда 43 миллиард теңгені осы қаламыздың тіршілігінің, яғни қала тұрғындарының өте қажетті деген салаларына жұмсадық. Өздеріңіз көргендей, орта және шағын бизнестің мемлекет тарапынан қолдауына сәйкес салықтан босатылды уақытша. Соған сәйкес біздің болжамымыз бойынша 47 миллиард, биыл келесі жыл 12 миллиард келмей қалуы мүмкін деген болжам бар. Бірақ біз оған қарамай жұмыстанып жатырмыз. Азаюы да мүмкін бұл цифралар.